Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз оригинал, дәл пиццериядағыдай өте дәмді, жұмсақ болып шығатын пепперони және маргарита пиццаларының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Дәл осы қамырмен басқа да түрлі пиццалар дайындап көрсеңіздер болады. Өте ерекше болып шығады. Ендеше міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көрлеріңізге кеңес беремін, және де тіркелмеген болсаңыз арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше қамырын дайындайық. Алдын ала ұнды електен өткізіп өлшеп аламыз және ортасын ашып, дәл ортасына жылы су құйыңыз. Судың үстінен аштығымызды салып, аштығымыз ерігенше жақсылап бір 2-3 қайтара араластырып алсаңыз болады. Енді осының үстіне жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық қант қосамыз. Барлығын араластырамыз және соңында сұйық май қосатын боламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қоятын боламын. Бастапқыда қасықпен, ары қарай қолыңызбен араластыра отырып, сәл қаттылау қамыр илеп алатын боласыз. Қамырымыз осындай сәл қаттылау болып шығады. Ол әрине қалыпты жағдай. Енді қамырымызды ыдысқа салып, бетін осылай қапшықпен жауып, шамамен 30 минутқа қалдырып қойыңыз. Енді пиццаңызға арналған тұздық дайындаймыз. 2 орташа қызанақты осылай пышақпен тек сыртын ғана бөліп алыңыз. Қазір үстінен ыстық су құйғанда біздің қызанақтарымыздың сырты өз бетінше ашылатын болады. Мінекей үстінен ыстық су құйып, бетін жауып, шамамен 5 минутқа қалдырамыз. Осы уақытта міне үккіштен 2 тісше сарымсақты өткізіп алдым. 2 тісше сарымсақ қажет болады. Мінекей жаңағы қызанақтарымыз 5 минут ыстық суда тұрды. Осылай сырттары оп-оңай енді алынып қалатын болады. Әдетте пиццаға кетчуп, майонез жағатын едік қой тұздық ретінде. Бұл жолы осы менің әдісіммен 2 қызанақпен сарымсақпен тұздық дайындап көріңіздер. Пиццаларыңыздың дәмі ерекше, өте дәмді болып шығатын болады. Енді осылай блендермен 2 қызанағымызды езіп аламыз. Егер блендер болмаса, шанышқымен де езіп алсаңыздар болады. Жаңа қамырымыз 30 минут тұрды. Енді бетін ашып, қазір 2 данаға бөліп қоятын боламыз. Бізде дәл осы қамырдан 2 дана пицца шығатын болады. Екеуінде өлшеп алғандарыңыз дұрыс болады. Әрине біркелкі болу үшін, теңдей көлемде болу үшін дегендей. Мен осылай өлшеп, әрбір пиццаның қамырын дөңгелетіп, ыдысқа салып, үстінен шамамен 1-2 шай қасықтан сұйық май құйып, оны қамырға толығымен жауып, қайтадан қамырдың бетін қапшықпен жауып, шамамен 40 минутқа қайтадан қалдыратын боламын. Осы уақытта пиццамыздың тұздығын дайындай берейік. Мінекей азғантай сұйық майға жаңағы үккіштен өткізіп алған сарымсағымызды саламыз. Бір 2-3 минут қана қатты қызартпай қуырамыз сарымсағымызды. Оның үстінен баяу отқа қойып, пештің астын жаңағы блендерден өткізіп алған қызанағымызды құятын боламыз. Және де жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка қосып, барлығын араластырамыз. Тұзды қатты көп қосып жібермеңіздер, тұздықтарыңыз ащы болып кетуі мүмкін. Осылай шамамен араластырып, 2-3 минуттай баяу отта қақпағын жауып, бұқтырып, тұздығымызды дайындап аламыз. Мінекей 40 минуттай уақыт өтті. Енді пиццамызды дайындауға көшеміз. Ең бірінші қамырдан мен пицца пепперони дайындайтын боламын. Яғни маргарита екеуінің ерекшелігі, пепперониға шұжық қосасыз, маргаритаға қызанақ қосасыз. Азғантай ғана ұн сеуіп, қамырымды қолымен дөңгелетіп аламын. Артынша пергамент қағазы төселген противенге де салып, тағы да бір қайтара дөңгелетіп шығамын. Өте жұқа етіп жазып алыңыз. Артынша жаңағы өзіміз дайындап алған тұздықтан 3-4 ас қасық қосып, осылай видеодағыдай барлық жеріне жағып шығыңыз.
Мен 2 дана пиццаға жететіндей етіп дайындап алдым тұздықты, және де үккіштен өткізілген ірімшік себің үстінен. Мендегі Емирдің ірімшігі, Емирдің моцарелласымен де пицца дайындаған, өте ерекше дәмді болып шығады. Ірімшіктің үстінен жіңішкелеп туралған шұжықтарды қойып шығамын, және пешті алдын ала қыздырып алыңыз. Қызып тұрған пештің ең максималды қызуына қойып, пиццаны шамамен минимум дегенде 7 минут, максимум дегенде 10 минут пісіріп аласыз. Енді маргаританы да дәл солай дайындаймыз, тек үстінен жіңішкелеп туралған қызанақтарды қойып шығамыз. Бұл пиццаны да қатты қызып тұрған пеште, яғни пештің максималды қызуында 7-10 минут пісіріп алатын боламыз. Осы 7-10 минут ішінде пиццаңыздың қамыры піспей қалады-ау деп еш қам жемеңіз. Қамыры толықтай пісіп шығады. Егер 10 минуттан аса көп уақыт ұстап қойсаңыз, қамыры дәл пиццериядағыдай жұп-жұмсақ, үлпілдек болып тұрмайды, қатып қалатын болады. Дәмді, жұп-жұмсақ пицца дайындаудың құпиясының бірі осы. Яғни пиццаның қамырын пеште көп ұстамайсыз. Сонда өте дәмді, ерекше, осындай жұп-жұмсақ созылмалы қамыр болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Маған рахмет айтатын боласыздар, және де видео ұнап жатса лайк басып арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.